бұл жалғанда тілек бар ма одан асқан? Алдарыңызда Ахметовтар әулеті ата салды өсиетін асқақ тұтқан. Адалдық пен ізгілікті жақтаған, мерейлі отбасымен мақтанам. Жоғалтпаған қадір менен қасиетін, ұлт тірегі құндылықты сақтаған. Руым қосай Тоғанай менің есімім, шуақты шын сүйемнің келдімін. Әкесі Мұрат отбасымыздың тірегі, бар жақсыны үйретер ол ұл қызына. Алла тағаласы рұқсат болса, мен жайлап кешкі астың қамына кірсейін. Мінекей, ас қайтарып жіберсеңіз. Бисмилля. Ал балам өзім үйреткен астың батасын айта ғой. Я балам, уақытымызды тиімді өткізу мақсатында мен саған қазақтың ұлттық құралы қамышыны қалай жасау керегін үйретейін. Баға жетпес ұлттық құндылығымыздың бірі қамышы. Бұл бүгінде әр қазақтың шаңырағында сән беретін ұлттық бұйым. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде, салт дәстүрінде қамышының алатын орны ерекше. Ол бірге өнер туындысы ғана емес, сый-сияпатты төресі ер жігіттің серігі, шаңырақтың киесі саналған. Сол себепті әрбір қазақ қамышыны қасиетті біліп жүру керек. Қазақ халқы қамышыда кие болады, қамышыда ие болады. Демекші, қамышыңа берік болып жүргейсің бе, ұлым?